Bismillahirrahmanirrahim. Endi kitaptan o'qiymiz. Nasb fi'l mudori. Fi'l mudori'ning nasb bo'luvi deydi. Amma fi'l fayunsabu iza kana qablahu ahadu hadhihi al-ahruf an izan kaidi. Al fi'lga kelsak, o nasb bo'ladi егерде оның алдында мына harflerдің біреусі болса дейді. Қандай harfler? Ән, лән, изан, кай деген. لما كانت السلامة من الخطأ في كلام تتوقف على أن نعرف في أي تركيب يكون فعل منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا وفي أي تركيب يكون اسم مرفوع أو منصوبا مجزوما كان من اللازم أن نشرع في معرفة القواعد التي توصلنا إلى ذلك. Қатеден аман болу, фиғл қай орында насб, роф жазым болады, және де исім қай орында роф насб жар болатын білуге тәуелді болғандықтан, онда біз осы қағидаларды білуге кірісу бізге міндетті болады дейді. Ләммә дейді, кәнәт болғандықтан дейді, сәләмату аман болу, минал хата қатеден аман болу, фи кәләми сөзде қатеден аман болу болғандықтан, не болғандықтан, татаваққафу мұқтаж болғандықтан, тәуелді болғандықтан, ала ан на'рифа білуге тәуелді болғандықтан, фи ай тәркибин қандай құрылымда, якуну фи'л мансубан фи'л қай құрылымда мансуб болады, қай құрылымда мәжзум болады, қай құрылымда марфуқ болады, және де қандай құрылымда исім марфуқ болады, мансуб болады, мәжрур болады, осыны білуге тәуелді болғандықтан дейді, қатеден аман болу. Кана минал лазим дейді, міндетті болады дейді бізге кірісу, білуге қағидаларды, сондай қағидаларды бізді жеткізетін осы нәрсеге дейді. Осы мақсатқа, осы білімге жеткізетін қағидаларды білу бізге міндетті болады дейді. Фал фи'л юнсабу, фи'л насб болады фи арбаати мавадиа, 4 орында фи'л насб болады дейді. Ва юзаму фи ситтати ашара мавдиа, және де қанша? 16 орында ол жазым болады дейді. Және де юрфа фи ғайри залик, осыдан басқа жерде роф болады дейді. Яғни фиғл қанша жерде насб болады екен? 4 орында насб, 16 орында жазым болады, ал осыдан басқа кездің бәрінде роф болады екен. Енді осы қай кезде насб болатынын айтады, сосын барып қай кезде жазым болатынын айтады, сосын барып қай кезде роф болатынын айтады. Бүгін насб туралы. فينصب في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من هذه الكلمات. Осы сөздердің кейін келсе болды, ол насб болады. Файунсабу насб болады фи күлли жумлатин, әрбір сөйлемде, вақоға егер фиғл түссе, фиха сол сөйлемде, бада калимат мин хазихи калимат, мына сөздердің бір сөзден кейін келсе дейді. Қандай сөзден кейін? Ән деген сөзден кейін келсе, мысалы ясурруни, мені қуандырады, ән танжаха, сенің жетіске жетуің, насб қылып жатыр. Лән мысалы, наху мысалы, лән ясудал каслан, еріншек адам не болмайды, басшы болмайды дейді. Ләннің ешқашан деген мағынасы жоқ. Кейбіреулер не деп аударады? Лән ясудал каслан, еріншек ешқашан басшы болмайды деп аударады. Ешқашан деген ләннің мағынасы жоқ. Изан мысалы, изан табылуғал мәжді, олай болса ұлылыққа жетесің. Жауабан, жауап беріп айтқан кезде айтасың дейді. Жауабан, жауап берген кезде осылай деп айтасың дейді. Леман қола, бұлай деп айтса бір адам, сәәжтахиду, мен жақын арада ынталанамын. Яғни мен жақын арада, егер қандай да бір адам сәәжтахиду десе, мен ынталанамын жақын арада десе, оған біз осылай деп жауап беру керекпіз дейді. Изан табылуғал мәжді деп. Кай үшін, мысалы, жи'ту кай атааллам, үйрену үшін келдім. Ва аля хазал қияс, осы нәрсеге салыстырасың дейді. Осы нәрсеге салыстыру болады дейді. Яғни, осы нәрсеге салыстырып, осы мысалға салыстырып, не істейсің? Ән, лән, изан, кайдан кейін келген бүкіл фиғл мудорихтарды насб қыла бересің дейді.